Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай осындай өрік қосып жасалынатын, құрамы қолжетімді заттардан жасалынатын жеңіл пирогтың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып салып, оның үстінен 150 грамм қантымызды салып, екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің жұмыртқалы массамыз осылай аппақ болып, екі еселеніп көтерілу керек. Оның үстінен ерітілген сұйық майымызды және де сүтімізді қосып, тағы да бір рет екеуін миксерлеп жібереміз. Үстінен 1 шай қасығы разрыхлитель және де ұнымызды міндетті түрде ситаның көмегімен өткізіп, саламыз да екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Мен осындай 4 пішті формаға салып пісіретін боламын. Сіздер диаметрі 20 сантиметрлі формаға салып пісіре берсеңіздер болады. Дөңгелек немесе осындай 4 пішті формаға салып пісірсеңіздер де болады. Міне біздің массамыз өте сұйық, әдемі болып шыққан. Массамызды формамызға құйып алғаннан кейін өріктерімізді екіге бөліп, ішіндегі дәнін алып тастаймыз да, осылай қатарынан тізіп қойып шығамыз 3 немесе 4 қатарға. Пешімізді алдын ала міндетті түрде 180 градуста қыздырып қойыңыздар, және де қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасы әртүрлі, сондықтан пирогтың піскенін міндетті түрде шпажка немесе зубочистка тығып, егер құрғақ болса ғана пирогымызды өшіреміз. Пирогымыз піскеннен кейін дәл осылай бетіне сахарный пудра сеуіп кесіп ұсынсаңыздар да болады, немесе мен сияқты артқы бетіне аударып пергамент қағазын алып тастап, екінші бетіне де кішкене сахарный пудра сеуіп жіберіп, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте әдемі болып шығады, және де оп-оңай 10-15 минутта жасап тастайсыздар. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де видеом ұнаған болса, өздеріңіздің достарыңызбен интернет, инстаграм, ватсап желілерінде бөлісіп кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым.